Саламатсыздар ма жастар? Мен сіздерге бір шындық айтқым келеді. Мен ұрлық жасадым. Аз уақыттық ләззат үшін өз қолымды ұрлыққа сұқтым. Сол сәтте ешкім білмейді деп, ешкім көрмейді деп, бір рет қана болады деп ұрлық жасадым. Өз-өзімді ақтадым. Артынша бас бостандығымнан айырылдым. Әке-шешем көз жасын көрдім. Өзім түсінгенім, уақытты артқа қайтарып болмайды. Жастар, сіздерге айтарым, біреудің адал еңбегіне қол сұқпаңыздар. Сәлем бауырым, мен бұнда келгенімді бір ашу үшін, бір жұдырық үшін келдім деп ойладым. Өзімді қорғадым, мені сыйламай қойды деп есептен, бірақ шындық басқада болды. Бір адамның өміріне қиянат жасадым, оның да отбасы бар еді, бірақ оны ойлаған жоқпын. Сол үшін қазір темір тордың ар жағында отырмын. Өзімді батыр санап жүріп, өзімнің өмірімді қиратқаныма өкінемін. Ең қиыны ата-анамның үйде мені жылап күтіп отырғаны, сол менің жаныма батады. Осы нәрсені қайталамауларыңызды қалаймын. Нағыз күш жұдырықта емес, нағыз күш сабырда. Жастарға айтарым, сабырлы болуға, кез келген мәселені ақылмен шешуге шақырамын.